Бүгінгі біздің тақырыбымыз реактивті қозғалыс. Тақырып жазып береді. Реактивті қозғалыс. Біздің күтпейтін нәтижеміз табиғаттағы және техникадағы реактивті қозғалысты мысалдар келтіру және осы зымыранның ұшу жаңағы қозғалысын зерттеу. Реактивті қозғалыс. Жазып қойып, реактивті қозғалыс дегеніміз дененің қандай да бір бөлігінің бір жылдамдықпен бөлініп шығу нәтижесінде сол дененің қозғалуын айтамыз. Сол дененің қозғалуын айтамыз. Реактивті қозғалыс дегеніміз дененің бір бөлігінің одан қандай да бір жылдамдықпен бөлінуінің нәтижесінде туындайтын қозғалысты айтамыз. Енді тыңдап отырайық, реактивті қозғалыс көбінесе бізде қай жерлерде кездеседі? Бізде суда өмір сүретін жануарлар, жәндіктер, мысалға сегізаяқ, кальмар, сол секілді жаңағы жануарлар өзінен жаңағы суды бүркіп шығару арқылы жаңағы қозғалады екен. Яғни денеден бір бөлшегі бөлініп шықса, ол қозғалу керек екен. Қазір біз эксперимент жасап көрейік. Айленор келсін, Айленор. Ұстап тұрсаң бол, берге. Ұстап тұрсаң бол, просто. Жіпті қатты тартпа бірақ, ұстап тұр. Қазір біздің ашқарды үрлейміз. Сол үрлеп жіберіп қалған кезде ана жіптің бойымен қозғалу керек. Мына жағынан істейсің бе? Ана жіптің бойымен қозғалу керек. Тартып тұрсаң ба? Иә. Ақырын тартып тұрсаң болды. Көрейік. Бізде қозғалып жатыр, иә? Қозғалды. Яғни осыны біз реактивті қозғалыс дейміз. Отыра ғой? Мынаның ішіндегі ауа, яғни қарама-қарсы бағытта қозғалғандықтан, мынау солай қарай қозғалып тұр, иә? Қозғалып. Екінші бір экспериментіміз бар. Бізде кәдімгі макарный чайдың қапшығын қоқойғыздар өстіп. Осыны жағатын болсақ, бұл аспанға ұшу керек. Бізде үш попыткамыз бар. Ұшамын екен, ұшпай екен көрейік. Ұшпай қалды, иә? Жоқ, ұшты ғой. Маған жанып кетейін деген кезде бүйтіп ұшады ғой. Келесін керек. Яғни видеода өздеріңіз істеп көрсеңдер болады, мынау ұшу керек. Мынау дұрыс домалақ болмай қалды, жаңағы ше, соқпақ болып тұрды. Зот домалақ нету керек ше. Қазір. И то мына қисық болып тұр, мына бір екеу тұр. Енді көріңіз көрейік. Негізі жасап көріңдер, домалақ нету керек, қайшымен мына жерін түзуге кесесіздер. Сол кезде қол қойып жасаңдар, аспанға ұшып кетеді. Келесі реактивті қозғалыс туралы бізде бір 3D анимация болған, видеолар болған, соны көрейік. Бізде ракетаның ұшуын қарайық. Ракета ұшып жатыр. Ең бірінші ракета бізде қай жылда ұшты? Кім біледі? Біздің жылы. 61 жыл ұшты, Юрий Гагарин ұшты. Бірақ оңға дейін де ұшты ғой неге ракета? Адамсыз ұшты, иә? Адам ұшты. Адам ұшқан. Негізі 59 жылдан бастап бастаған екен сынақтар өткізіп, яғни осыны ракеталарды ұшыра бастаған. Бірақ та ол ракета ғарышқа жетпей жаңағы атыла берген. Енді құрылысына қарайтын болсақ, мына ракетаның бізде адам отыратын жері басында ғана екен, қараңыз, ұшында ғана болады. Одан кейінгі жерлері жаңағы соққылары, жаңағы ол жерде гептил жаңағы жанар-жағармайлар болады. Яғни ұшқан сайын сол жанар-жағармай құлап отырады. И массасы азайған сайын оның жаңағы үдеуі арта береді. Сол арқылы жаңағы аспанға ұшады. Бұл көбінесе союз ракеталары солай ұшады. Бірақ та біз білеміз, Американың НАСАның ракеталары кәдімгі шаттлмен ұшады, кәдімгі самолет секілді тұрады ғой жаңағыдай. Ұшақ
сол ұшақ арқылы ұшады. Ол многоразовый, көп қолданылады. Қайтадан ұшып келіп қона алады. Мына ракеталарда қалай айтсақ болады? Бір реттік деп айтуға болады. Бір рет ұшады болды. Сосын басындағы адам парашютпен қайтадан түседі жерге түседі. Мына жерде қарасақ, мына үлкен температурада жанып жатыр. Ракетаның от жағар-жағармай. Бұл арнайы смесь болады. Гептил деген өте қатты жанады да, бензин сияқты, одан да керосиннен де қатты жанатын. Қараңдар, азайып барады. Азайып барады. Жанар-жағармай азайып барады. Азайып біткеннен кейін болды, миссиясы бітті, түсіп қалады болды. Космосқа шыққаннан кейін оның бәрі қалып кетеді. Ары қарай кетті. Ары қарай ұшып барады. Жылдамдығы 7,9 км/секундқа жеткен кезде шатылда осы жанар-жағармай жағылуда тоқтайды екен. Яғни өз емін-еркін ұша бастайды екен. Жануын тоқтатады. И жерді бірінші ашықтық жылдамдықпен уже айлана береді. Емін-еркін инерция арқылы өзі айлана береді. Бірақ ол ұзаққа бармайды екен, 3 жыл 5 жылдан кейін қайтадан жерге құлайды екен. Көп ұша жүре алмайды. Оғанға дейін адамдар неше түрлі эксперименттер жасаған, аспанға ұшу үшін неше түрлі эксперименттер жасаған екен. Қазір басқа бір видеоны көрейік. Мына жерде бізде кеменің құрылысы туралы видео болған. Көп видеолар өте ұзақ екен, оны WhatsApp-тан сендерге жіберемін, өздерің көресіңдер. Бізде осы реактивті қозғалыспен жұмыс жасайтын өзінде қолданатын сегіз аяқ бар, сосын кальмар, медуза, осылардың барлығы реактивті қозғалысты пайдаланады екен. Импульс береді, сол импульс арқылы қозғалады. Бізде ракета строенияда еңбек сіңірген ғалымдардың бірі ол Циолковский екен, Циолковский, Королев. Королев деген ол практикантта ракеталарды Юрий Гагарин ракетасын құрау барысында сол басшылық еткен осы кісі болған, басшылық еткен. Циолковский ол теориялық жағынан, не жағынан негізін қалаған ол Циолковский екен. Ал ең бірінші ғарышқа шыққан адам ол Юрий Гагарин. Одан кейін де бізде білеміз, ғарышқа шыққан адамдар өте көп. Бізде қандай қазақтар білеміз ғарышқа шыққан? Тоқтар Әубәкір, Талғат Мұсабаев, сосын Айдын Аймағамбет деген бір кісі бар. Ең көп ғарышта практикалық сағаты өте көп, ол Талғат Мұсабаев екен. Ең көп ғарышта болған кісі. Тоқтар Әубәкір ол бірінші шыққан, ол қазақтың ұшқан. Ал көп ғарышта көп жұмыс деген ол Талғат Мұсабаев екен. Біздің өзіміздің жерлесіміз екен. Осы кісілерді көрейік. Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкір. Енді формулаларын жазып қояйық. Бізде формуласы тура өткенде жазғандай сақталу заңдарының формуласына сәйкес келеді екен. Формула жазып қояйық. V1 тең болады. Тақтаға жазайық. Көрмейді қойып. Тақтаға жазайық формуласын. V1 тең болады. M минус N жақшан сыртында болады. Осы формуланы қарайтын болсақ, бұл жердегі кішкентай M деген сөз. Бұл жанып жатқан газдың жылдамдығы. Газдың жылдамдығы. Үлкен M деген сөз, ол ұшып бара жатқан дененің жылдамдығы екен. Ракетаның жылдамдығы деп айтсақ болады. Дененің жылдамдығы. Яғни осы формула арқылы біз ұшқан ракетаның болмаса басқа да бір шардың, басқа да бір заттардың жылдамдығын анықтауға болады екен. Осы формуланы жазылайық. Қазір осы
осыған байланысты есептер бар, есепке шығарамыз. Осы есепті қарайық.